Қайта бастау қаржылық тұрақтылық жобасы Осакаров ауданында жүзеге асырылуда. Өтеу мерзімі өтіп кеткен несиелерге белшесінен батқан тұрғындарға көмек көрсетіледі. Бүгінде 49 адам көмек алды. Жалғыз бала тәрбиелеп отырған аудан тұрғыны ұзақ уақыт қарызын өтей алмаған. Оған пробация қызметінде жұмыс тауып, қаржылық сауаттылық курсынан өтіп, соттан тыс банкроттық рәсімдеу бойынша көмек көрсетілді. Қайта бастау пилоттық жобасы аясында борышкерлерді тегін оқыту, жұмысқа орналасуға көмек көрсетіледі. Банк және микроқаржы ұйымдарымен келіссөздер ұсынылады. В рамках проекта мы, как местный исполнительный орган, заключаем... Біздің мамандар адамдарды жұмыс іздеуден бастап банктерге құжаттарды тапсырғанға дейін өз бетінше несие төлей алатын кезге дейін сүйемелдейді. Сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмекті рәсімдеуге көмектесеміз. Жоба басталғалы бері 49 адам төлем кестесін қайта қарауға немесе банкрот болып танылу бойынша көмек алды. Бөлімнің мәліметінше аудан мыңға жуық тұрғын бағдарлама шарттарына сай қарызға ие. Барлық адамдар байланыс орнатқысы келмейтініне қарамастан қазірдің өзінде 10 өзгеріс байқалады. Мамандардың айтуынша басты қиындықтардың бірі қарыз алушылардың бір бөлігінің ресми түрде рәсімделгісі келмеуі. Себебі бұл төлемдер бойынша міндеттемелерге әкеледі. Жобаның арқасында қиындықтан құтылып, жаңа өмір бастайтыныма сенем. Қарызға батып, оны жаба алмай қалдым. Қазір жұмысқа орналастым. Жан-жақты көмек көрсетілуде. Жобаға қатысушылар Аманат партиясының қарсыз қоғам бастамасы аясында қаржылық сауаттылық курсынан өте алады. Ауданда 200-ге жуық адам оқудан өтті. Сабақтар онлайн және офлайн режимінде қолжетімді. Өтініш беру үшін ауылдық округ әкімдеріне немесе жұмыспен қамту бөлімдеріне жүгіну қажет. Дариға Жаманова, Іңкәр Қисамеден, Сарыарқа телеарнасы.